Сәлем оқушылар, қалдарың қалай? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз химиялық тепе-теңдік, ішінде тепе-теңдік константасы деп аталады. Яғни кинетика деп аталатын тараудың ең соңғы тақырыбын бүгін қарастырамыз. Сондықтан барлық назарыңыз осы видеода болсын. Сабағымызды бастаймыз. Ал енді оқушылар, сабағымызды бастайық. Бірінші біз жалпы константа деп аталатын ұғымды осындай мысалмен сіздерге түсіндіргім келіп тұр. Мысалы, бізге мынандай реакция берілсін. NO плюс O2 нәтижесінде NO2 деп аталатын мысал ретінде қосылыс алынсын, иә? Міне бізге осындай реакция берілсін. Енді бізге осы қосылыстың тепе-теңдік константасын таптып келеді. Міне тура осы жазып қояды да. Жанына тепе-теңдік константасын тап деп жазып қояды. Константасын тап. И астында константасын тап дейді да, ясына бірнеше жалпы осына қосылыстар болады. Яғни бірнеше, қазір мен жазамын да, сол сияқты бірнеше қосылыстың формуласы тұрады, соны біз белгілеуіміз керек. Енді константаны бірінші қалай жазамыз, егер бізге осындай реакция берілетін болса. Мен шетіне ережелер жазатын боламын. Бірінші біз жалпы константаны жазбас бұрын бізге берілген қосылысты теңестіріп алады екенбіз. Теңестіру. Енді теңестіріп алайық. Мысалы, мына қосылыс бізде теңесіп тұрған жоқ. Кейде теңесіп береді, кейде теңеспей береді. Сол кезде сіздер қарайсыздар. Константаны жазу үшін де, одан алдыңғы жылдамдық деп аталатын жалпы құрылымды да жазу үшін не керек? Бізге қосылысты теңестіру керек, иә? Қазір мен мына жерге 2 қойсам, мынаған 2 қойсам, менде бәрі теңесіп тұр екен. Міне осы екілерді қою керек. Енді келесі жасайтын іс-әрекетіміз агрегаттық күйлерді анықтау. Агрегаттық күйлерді анықтау. Яғни қай қосылыс газ ба, сұйық ба, қатты ма? Міне бізге осыны анықтау өте маңызды болып табылады екен. Міне біз білеміз, газ дегеніміз қайсы, қатты зат дегеніміз қайсы, оны алдыңғы сабақта бір ажыратып көрсеттік. Қатты зат деген көбінесе металдар, көмір мысал ретінде, осына қатты заттарды Q деп бізде агрегаттық күйін жазып қоямыз. Ал газ дегеніміз, оны білесіздер, мысалы, мына жерде NO не болып тұр? Газ болып тұр. O2 газ, NO2 газ, яғни бұл реакциямыз гомогенді реакция екен. Яғни бірдей агрегаттық күйлерден құралған жалпы қосылыстар жазылған екен. Енді бізге уже 2 қатарды орындап алдық. Енді соңында бізде үшінші оның константасын жазу, иә? Міне осы 3 ережені бағына отырып, осын жазып шығады екенбіз. Енді константасын қалай жазамыз? Біз константаны жазу үшін былай К, Т. Енді К дегеніміз ол константа, ал Т деген тепе-теңдік. Тепе-теңдік константасы деген мағынаны білдіреді. Мына жерге жазып қоямын қазір. К, Т, тепе-теңдік константасы. Енді міне осыны міндетті түрде жазамыз. Бұл варианттарды да тура осылай жазып қояды. Сол кезде ана бағанағы алдыңғы жылдамдықпен шатастырып алмас үшін К, Т деген ол бізде тепе-теңдік константасы деген жалпы мағынаны береді екен. Енді бұның жалпы формасы қалай? Ол бөлшек, оның үстінде өнім болады, ал астында реагент болады. Міне, жалпы формасы негізі осы. Ал енді мынау мен 1 деп қойын, осы бірінші реакцияның тепе-теңдік константасы қалай болады? Негізгі барлық ереже міне осы схема бойынша жүреді екен. Енді жазайық. К, Т,
міне мынаныкін жазып жатырмын мына жерге. КТТ, яғни мынау реакцияның тепе-теңдік константасы. Мен не дедім мына неде? Бөлшектің үстіне өнімін, астына реагентін кетеді. Міне мынау реакцияда өнім NO2 болып тұр, соны жазамын. Бөлшек сызам NO2 тік жақшаға алам. Тік жақша маңызды, жай жақша емес, тік жақша. Оның алдындағы коэффициент дәрежеге түседі. NO2 2 болады. Енді уже мен өнім жазып қойдым. Өнімде бірақ қосылыс егер екеуі болса, осыны көбейтіп қасын тік жақпен жазуға болады. Ал енді реагент. Реагент менде мынау болып тұр, мынау. Енді мен бұны бір-біріне көбейтіп жазып қоямын. Бірінші мына NO жазайын, NO. Тік жақша NO. Енді алдында қандай коэффициент? 2 деген коэффициент. Сондан оны дәрежеге жазамыз. Көбейтеміз, қоспаймыз, көбейтеміз, я? Қасына мына жерде реакцияда O2 қосылып тұрғанмен, константа жазған уақытта оны көбейтіп жазады екенбіз. Сонда көбейту тік жақша бәрі тік жақшамен O2. Бұның алдында ешқандай коэффициент жоқ, сонда коэффициент қоймаймыз. Шетіне кетіп қалды қазір. Міне, жалпы негізі осы жазылады екен. Міне 2. Міне, осы реакцияның тепе-теңдік константасы осы мәнге тең болады. Тағы бір түсіндіріп өтейін. Тезис. Міне, бізде қосылыс берілген өнімі бар и реагенті бар. Өнім NO2-ге тең. NO2-ні жаздым. Енді мен баса теңестіріп алдым. Мынаның алдында 2 бар еді. Сонда мынаның алдындағы 2 дәрежеге түседі. Келесі, мен енді реагентті қараймын. Реагентті қарасам 2 реагент NO деген реагент, O2 деп айтылатын реагент. Бірінші NO-ны қоям. NO-ны қойдым. Оның алдында 2 деген коэффициент тұр. Сонда оны дәрежеге шығардым. Одан кейін қасында O2 қосылып тұр, бірақ константасы көбейту жазамын. O2 дейм, ешқандай алдында коэффициент жоқ, сонда коэффициент қоймайды. Міне, осыны жауапта белгілеу керек, тура белгілеу керек. Келесі, бұл кетті деп ойлаймын. Қараңыздар, тағы бір нақы ереже жазамын. Бізде жалпы константа болсын, жалпы жылдамдық болсын, және де бізде реакцияда концентрация, температура, қысымның өзгеруінде қараған кезде қатты затқа мұнда кинетика бөлімі бойынша ешқандай да құбылыс әсер етпейді екен. Ұстанған 4-ші ереже, яғни константа тек қана газ бен жалпы сұйықтың арасында ғана жүреді. Яғни газ сұйықтың арасында ғана жүреді, ал қатты затта, қатты зат X қойып қоям, X. Яғни бұл не істейді? Бұда бізде жалпы ешқандай да бұған қатты затқа мүлдем тиіспейміз. Ол өзімен өзі тұра береді. Именно кинетикада осындай есептерді шығарған уақытта. Енді бір мысал келтірейін бұған. Мынаяққа 2 деп жазам. Мысалы, SO2, енді осы қосылыстың константасын жазамыз қазір. SO2 тең SO. Міне осындай қосылыс берсін. Бірінші не дейміз дедім? Теңестіріп аламыз, теңестіреміз. S2 болып тұр, мынаның алдына 2 қоям. Сонда міне болды, осымен теңесе салды. Міне теңестіру уже кетті. Келесі агрегаттық күйлерді анықтау. Қараймыз, SO2 қандай? Көмір қышқыл газы, яғни газ болады. Бұл жай ғана көміртек, көмір болып тұр. Кәдімгі үйде жағатын көмір, ол не ол? Қатты болады. Сонда мынау қатты болады. Уже біз не істейміз? Уже көміртек, ол бұл реакцияға мүлдем қатыспайды. Өйткені ол қатты болған үшін, оны да сіз қоя салсаңыздар болады. Бізге жалпы кедергі келтірмес үшін. Су ол бізде газ, Сонда мына қатты затқа тиіспейміз, қалған жандағы газдармен жұмыс жасайтын боламыз. Енді бұның тепе-теңдік константасы қалай? КТТ. Бірінші не жазамыз дедім, міне. Өнім жазамыз, мына өнімді жазамыз. Тік жақша, СО, жақша жабылды, алдында X бар. СО2.
және тікірақша СО2 алдында ешқандай коэффициент жоқ. Ойына шетіне жазып қойдым ғой. Бұл осымен СО2-нің өзі бола салады. СО2 болды. Міне. Қараңыздар, мынау реакцияда мен көміртекті алған жоқпын, тек қана СО-ны алдым және де СО2-ні алдым. Болды, мынаның алдындағы коэффициенттер келіп түсе салды. Міне осыны біз не деп атайды екенбіз? Тепе-теңдік константасы деп атайды екенбіз. Міне, тағы бір айтып жіберейін аны. Қазір. Мынау С болды, şimdi бұл қатты болды. Сосын бұған назар аудармаймыз дедім. Өнім мынау болып, реагент мынау болып тұр. Просто соны мына жердегі мынау жалпы ережеге сәйкес жазсаңыздар болды. Міне осы вариантты тура осындай жауап белгілі болады. Сонда мына жерге кейде мына жауаптарды шатастыру үшін газды жазып қояды. Сол кезде сіздер абайлауларыңыз керек. Енді келесі бөлімге көшейік. Ал енді оқушылар, мына тапсырманы орындап жіберейік. Былай дейді: константасы тепе-теңдігі СО2-ге ғана тең, тепе-теңдік константасына сәйкес реакция теңдеулері дейді. Міне сіздерге константамен тек қана СО2 ғана қатысатын константасының тепе-теңдігі берілген. Енді сіздерге мен бағана керісінше мен берілген реакцияға константа жазып үйреттім ғой, енді сіздерге керісінше константа беріп қояды, сол арқылы бастапқы реакцияны тап деген сияқты сіздерге астына қараңыздар, бірнеше вариант беріп қойған. Енді бұл бізде соңында 35-ден кейінгі келетін тапсырмалармен көп жауап аттық. Мысалы осындай тапсырмалар келіп қалуы мүмкін. Енді қарайық. Мен бағана айттым, бізде константаның тепе-теңдігіне екі зат қана түседі дедім, Ол газ болды және сұйық болды, Ал қатты затта бізде константа жүрмейді дедім, Бізде қараңыздар, өткен сабақта да айттым, қатты зат ол көбінесе металл бар қосылыс. Металдың өзі болуы мүмкін, металдың қасында бір оның тұзы, оксиді болуы мүмкін, Олар металл көрдіңіздер ма? Болды, оны қатты деп есептей береміз. Өйткені металдың басым көпшілігі қатты деп біз агрегаттық күйін айта алады екенбіз. Енді кальций СО2-ге, К тең СО2-ге ғана тең реакцияны бір көрейікші. Мысалы, бірінші А вариантын бір қарап шығайық, Кальций СО3, кальций О, СО2 осындай реакция берілді. Агрегат күйлеріне қарайық. Кальций СО3 қатты дейді, кальций О қатты, СО2 газ болып тұр, Міне, уже біз екі қатты нәрсені көрдік па, онда бол, онымен мүлдем жұмыс жасамаймыз. Оны сызып тастаймыз. Қараңыздар. Мысалы, сіздерге кейде агрегат күйлерін бермей қоятын сана. Астына жазып қойған Қ, Қ, Г деп сіздерге олай бермейді. Оны өздеріңіз табатын кездерде болады. Енді қараңыздар, оны қалай табамыз деген сияқты сіздерде сұрақ пайда болды. Мен айттым бағана, Бізде металдың қосылыстары бізде қатты зат болады. Бұл мұнымен жұмыс жасамайыз, қасындағы газ және сұйық болады, Қосылыстары қатты заттар. Міне қараймыз. Кальций СО3 қатты ма уже? Бұл сызып тастаймыз. Кальций О қатты ма? Бұл сызып тастаймыз, Міне қараңыздар, бұл қосылыстың ішінде, бұл кальций СО3 неге қатты? Өйткені кальций деп аталатын элементтер. Кальций О неге қатты? Өйткені оның құрамында кальций деп аталатын металл тұр, Болды, металл көрдіңіз ба? Қосылысының ішінен болды, қатты болады деген сияқты бізде ереже бар екен. Немесе қатты, осы металл қатты зат білмей жатқанның өзіне жатқан тауып алуға болады, Міне кальций СО3, ол бор, мәрмәр, Сол, мысалы, бор деген өзі қатты ғой, Міне соның формуласы кальций карбонаты болады екен. Ал кальций О деген кәдімгі әк, кәдімгі біз бұрынғы кездері стенаны не қылады ғой, краскілеген кезде бізде әк бар еді, соған әкті су құяды, одан кейін барып бізде сөндірілген әк пайда болады. Ал мынау бізде сөндірілмеген әк болады екен. Бастапқы су құймай тұрып, ол бізде қатты күйде болады ғой, одан кейін барып ол нешеде сұйық күйге айналады. Сонда мынау бізде не болады екен? Қатты болады екен. Сонда не қалды бізде? Тек қана СО2 ғана қалды.
және өнімде қалды, иә. Сондықтан мынаны қазір мынандай қате жасамаңыздар. Біз не істедік? Бірінші үстіне өнімді жазамыз, астына реагент жазамыз дедік, иә. Сонда өніміміз мынау болып тұр. Сонда қазір мынандай қате жасамаңыздар. Кейбіреулері осы жасап қояды. Мынау бірінші А вариантындағы реакцияны біз бұлай жаза алмаймыз. Мен бағана айттым, кальций суы қатты, кальций суы қатты. Тек қана СО2 қалып тұр. Сондықтан константа тепе теңдігі тең тек қана СО2-ге дейміз. Болды. Сонымен біздің бұл сұрақтың жауабы А варианты деп белгілейсіздер. Қараңыздар, қазір тағы да басқалар негізі сәйкес келмеу керек. Осы қазір көрейік онда, иә. Қараңыздар, қаншама варианттың ішіне, қараңыздар, ашқа дейінгі варианттың ішіне біреу ғана дұрыс болды. Иә? Сіздер мысалы ойласыздар, көп жауаптық ары кетсе екеу, үшеу дұрыс болады деген сияқты, иә. Сіздер оны білу үшін бірінші осы тапсырманы осы қазір видеода үйренулеріңіз керек, кейін болашақта дұрыс жасау үшін, иә. Және де қараңыздар, бір ғана дұрыс жауап болды. Қазір сіздер сөйтіп екеу, үшеу белгілеп қойсыздар да, сонымен қате болады. Дұрыс белгілегеннің өзіне де кейін дұрыс емес варианттарды белгілеп қойсаңыздар, 1 балл ешқандай да сіздерге 2-3 жауаптықта жалпы не қылмайды. Сондықтан дұрыс жазуды үйренеміз. Енді қалғандарын бір жазып көрсете салайын. Мынаны өшіруге тура келеді. Тура бағанағы ережеге сүйенеміз. Өнім астына реагент көбейтіп тік жақшамен жазамыз. Тура солай тік жақшамен келеді. Сонда бұл бізде А варианты сәйкес келді. А варианты дейміз, болды. Енді Б-ны жазып көрейік, иә. Мен мына жаққа біртіндеп жазып кете беремін. Б бізде магний С3, магний О, СО2. Бізде екінші вариантта дұрыс келеді екен. Қарайық. Константа тепе теңдігі. Міне, қараңыздар. Магний С3 қатты, магний О қатты, иә? Болды, міне СО2 қалды. Бұл да вариант дұрыс болады екен. Кейде қараңыздар, сол бір вариант дұрыс болатын кездер де болады. Сол кезде сіздер жалпы оны бір вариант па, екі вариант па, оны мынау неден анықтай білулеріңіз керек, иә? Келесі, уже бұл кетті, бірінші қатты, оны жазбаймыз бәрі бір. Сонымен В варианты дұрыс болады. Мүмкін қазір тағы біреу шығып қалатын жағдай. Қарайық, иә? Міне, 3-ке қарайықшы, С-ға. Көмірте қатты, иә, элемент болып тұр бұл жер, С болып. И О2 газ, СО2 газ. Енді бұны күн жаз көрейік. Уже қараңыздар, С-мен жұмыс жасамаймыз, уже ол қатты болып қалды, иә. Енді С бойынша константа тепе теңдігі бізде тең СО2 өнімде тұр, иә, мына өнім болып тұр. Сондан оны бөлшек СО2 дейміз. Бізде жалпы бұны жазу үшін бізге не істеу керек еді? Оны теңестіру керек болады. Енді мынау реакцияда теңестіру қажет жоқ, бірақ кейінгі реакцияларда теңестіруге қарайтын боламыз, иә? Немесе мына жерде өздері жазып қойған сияқты, иә? Қазір оны көрейік. Енді мынада бізде теңестіру қажет жоқ, бәрі теңесіп тұр. СО2 өнімде болады. И мына О2 неде тұр? Реагентте тұр. Сондан мына О2 міне шатастырмаймыз, реагент қайсы, өнім қайсы. Теңдік, реагент теңдікке дейін, өнім теңдіктен кейін, иә? Мені жаздық, СО2, О2, болды. Мынаған сәйкес келіп тұр ма? Жоқ, бұны белгілемейміз. Мысалы, қазір тапсырма орындаған өзінде де ше, бірден варианттар белгілеп кетпей, мыналардың да, иә, мыналардың да андай нелерін тепе-теңдігін жазуды үйреніп кетсеңіздер, кейін осы реакцияларға да жалпы сұрақ келген кезде сіздер уже біліп тұратын боласыздар. Тек қана дұрыс жауапты емес, қалған варианттармен де бір жұмыс жасап көріңіздер, иә. Д вариантын көрейік. СО2 H2O, СО2 H2 теңесіп тұр. Қараңыздар, бәрі газ болып тұр, иә, сондықтан оны жаза беруге болады. Тепе теңдік
өнім жазамыз. Бірінші SO2 тік жақша. Инаны көбейтеміз, қосып қоймаңыздар. H2 и астына и SO H2O. Көбейту H2O. Мына жерде H2O сұйық болады, мына жерде. Несі сұйық? Газ неға береді, иә? Ол міне осы болады. Яғни бұған сәйкес келмейді. Бірақ біз қараңыздар, сәйкес келмесе де осы иіс газына H2O қосатын реакцияның тепе-теңдік константасын жазуды үйреніп алдық деген сияқты, иә? Одан кейін D, одан кейін E кетеді. SO2 теңесіп тұр. Жазып көрейік, иә? Енді өнімде SO2 тұр, еще алдында 2 коэффициент тұр, иә? Міне. Тік жақша SO2, қараңыздар, алдындағы 2 деген коэффициент дәрежеге түседі. Кинетика бойынша осыны жасаңыздар болады. Коэффициент дәрежеге түседі, сол қосылсын, иә? SO2 2 дәрежеге түсті. Енді өнім жазам. Бірінші элементтерін бір жазып алайын. SO көбейтемін O2. Қараймыз енді. SO-ның алдында 2 деген коэффициент бар, дәрежеге 2 болып түсе салады. Бұл міне. Бізде осы тапсырма, одан кейін E кетті, одан кейін F. Тепе-теңдік F бойынша қатты, бір ғана, бұл вариант дұрыс болады екен. Қараңыздар, қатты, 3 вариант дұрыс болады екен. Мен баста біреуін қарап, біреу болады деген ғой, негізі 3 болады екен, иә? Бұл мына жерде SO2 бола салады. Сонда F деген вариантта сәйкес келеді екен. Енді қараңыздар, көбінесе 3-тен артық негізі дұрыс жауабы болмайды, иә? Дұрыс. F кетті, G кетті кейін. G. SH4, міне O2, SO2, H2O, мына сұйық, иә? Бәріне дұрыс кеп тұр, болды, бұны жазамыз. Тепе-теңдік бөлшек. Өнім жазамыз. SO2 тік жақша көбейтемін H2O. Алдында коэффициент бар, 2 дәрежеге жазамын. Одан кейін метан O2, иә? Немесе сіздерге былай айтып қою мүмкін. Метанның жануының тепе-теңдік константа реакциясын жаз деген кезде. Реакцияның өзін білмейді, реакцияның қандай екендігін сізге айтып қояды. Мысалы, біз органикада өттік, метанның жануы кез-келген органикалық заттан SO2, H2O бөлінеді деген сияқты, иә? Сонда тік жақша CH4 көбейту O2 и екісі бар. Бұл осымен осы константасы болады. Енді келесі G кетті и H кетті, иә? H келеді, қатты ма? Болды, оны қаттыны алмаймыз. Жерде қатты ма? Болды, алмаймыз оны. Сіз пыстайсыздар, қатты көрдіңіздер ма? Осы именно кинетикада болды. Сіз пыстаймыз, оған мүлдем жоламаймыз. Келесі KTT өнім жазылады бірінші. SO тік жақша 2, SO2, міне, болды. Алдына 2-ні қойдық, дәрежеге SO2 болды. Міне, қалған газ отыр, көмір қатты отыр. Болды, түсіндік қоя. Біз металл бар қосылыстарды қатты дейміз. И 1-2 қатты заттар бар, соларды болашақта жаттаймыз, иә? Біз агрегаттық күйлерді, қосылыстардың атауларын білген кезде, жалпы әрбір элементті бір қарап шығамыз ғой, топтарды өткен кезде, тағы да сіздерге түсінікті болғаны. Қайсы қатты, қайсы сұйық деген сияқты. Бірақ көбінесе металлды көрдіңіз ба, қосылысын тұзы ма, оның оксиді ма, оның гидриді ма деген сияқты, сол кезде не істейсіздер? Болды. Соны қатты деп белгілейсіздер. Мынандай агрегаттық күй берілмейтін болса. Болды, осымен осы тапсырмамыз аяқталды. Ал енді оқушылар, мына принципке қарай жүрейік. Мына реакция, бізге керісінше реакция беріліп тұр мына жерде. Енді оның тепе-теңдік константасын тап дейді. Бұл оңай уже, уже үйреніп алыңыздар. Қараймыз. Бірінші теңестіріліп тұр. Агрегат күйлерін қараймыз. Газ. Бәрі газ. Онда константаға сәйкес келеді. Қатты жоқ. Енді жазамыз. Константа. Мына жерге бөлшек сызамыз. Бірінші өнім кетеді. SO2 алдындағы 2 деген коэффициент дәрежеге түседі. Енді реагент кетеді. SO
2, қараңыздар, алдында 2 бар, дәрежеге түсті. Көбейтемін қасындағы O2-ні. Тік жақша O2. Міне, болды. Осы константасы осы екен. Енді осының варианттарын тауып алу керек болады. Бізде қараңыздар, әр қайсысын қарайсыздар. Өйткені шатастырып жүрген, иә? Кейде міне, осыған сәйкес келетін бізде С варианты. Мына жерде С варианты сәйкес келіп тұр. Міне. Мынаған тура, мына құрылысқа тура сәйкес келетін. Қараңыздар, шатастырып мына жерде мыналары бар. Кішкене шатасып кетесің кейде. Адам болған кейін бәрі шатасады. Содан нақтылап қараймыз. Оңай тапсырмадан балды жіберіп алмаймыз, иә? Болды, осымен бітті. Ал енді оқушылар, сіздерге осындай да есеп беріледі. Өте оңай болды. Кейбір оқушылар қарайды да шошып кетеді ғой. Сондықтан бұл өте оңай. Осы константаға байланысты, иә? Қараймыз. Реакция берілген. Тепе-теңдік орнағанда заттардың концентрациялары А-ның концентрациясы В-нікі 0,1, D-нікі 1,3 болған тепе-теңдік константасы дейді. Міне бізге реакция емес, просто А плюс В деген сияқты реакция берген. Енді бұны жазып көреміз, иә? Қараймыз, бұл жерден нақты біз А, В қандай екен білмейміз. Содан агрегат күйлерінің барлығы бірдей болады, иә? Содан бұны жаза беруге болады. Өйткені бізге нақты реакция беріп тұрған жоқ. Осындай белгісіз әріптермен белгілеп қойған, иә? Жазайық. Бірінші, мынау реакцияның константасын жазып аламыз бірінші. Константа, тепе-теңдік. Ұмытпаймыз, именно константа жазамыз, иә? Бұл неде келеді? К. Енді осы реакцияның өнімі бізде Д болып тұр. Үстіне тік жақшамен D-ні жазамыз, коэффициент жоқ. А-ны жазамыз астына, тік жақша А. Көбейту. Одан кейін В жазамыз, алдында 2-сі бар. В, тік жақша алдындағы 2 дәрежеге түседі. Болды, мына А плюс В деген сияқты реакцияның біз несін жазып алдық? Тепе-теңдік константасын жазып алдық. Енді бізге осы әрбір белгісіз әріптердің нестеген бізге мөлшерін беріп қойған, иә? 0,2, 0,1, 1,3 деген сияқты. Болды, осыларды осы формаға константаның өрнегіне қоя саламыз. Қараймыз, Д. Д неге тең? 1,3-ге тең, иә? 1,3 мольға тең. Моль андай нелерін жазбай қойыңыздар, өрнектерін. 1,3 ба? Д-ның орнына 1,3, соны жазып аламыз, иә? Бөлшек Д-ның орнына міне 1,3 тұр. Содан 1,3 деп жазып қоямыз, иә? Келесі, не жазбай қойыңыздар? Тік жақшамен. Он тік жақша тек қана өрнекті жазатын кезде ғана керек болады, иә? Енді 1,3. Енді астында бізде А тұр, иә? А-ның өрнегі неге тең? 0,2-ге тең, иә? 0,2 қоспаймыз, көбейтеміз. Міне баста біз көбейту деп жазып үйрендік, иә? Көбейтеміз. Енді В-нікі неге тең? 0,1-ге тең. Міне В-ның орнына 0,1 қоямыз. 0,1. И және қараймыз, В-ның несі бар еді? Квадраты бар еді, 2-сі бар еді. Бағана В-ның алдындағы 2 дәрежеге түсті. Содан мынаның да дәрежесіне түседі. 0,1-дің екінші дәрежесі болады. Болды, осы тапсырманы орындай саламыз. Мына өрнекті болды шығара салсаңыздар, математика бойынша. Болды, сіздерге жауап шығады. Енді сіздерге нақты мыналарды өлшеп көрсетейінші. Қазір калькулятор ашып алайын. Міне былай. Үстінде 1,3 тұра береді. Бір математиканы үйретіп жүрек. Бөлу деген, мынандай бөлшек деген, ол бөлу деген сөз білесіздер, иә? Тағы бір білмейтіндер үшін 0,2, бірінші 0,1-дің квадратын өлшеп аламыз. Яғни 0,1 квадрат деген 0,1-ді 2 рет бір-біріне көбейту деген сөз. 0,1 көбейтем 0,1. 0,01 шығады, 0,01. 0,01 шықты. 0,2 көбейту 0,01. 1,3. Осы 0,01-ді 0,2-ге көбейтем. 0,2. 0,02 шығады екен. 0,02. Мен андай қылып айтпаймын негізше 0-дің мыңнан екінші несі деп ше. Ол ана маған кішкене не болып кетеді. Мен 0,02 деп айта беремін, иә? Енді бұл 1,3-ті 0,02-ге бөле саласыздар. 1,3 бөлемін 0,02. Міне бізде 650 деген сан шықты. Қараңыздар. 650. Бұл вариантта белгі саласыздар. Міне А вариантында 650 тұр. Бұл осымен біздің 650 деген вариантымыз дұрыс келеді. Ал енді оқушылар, осы есепті бір шығарып жіберейік. Міне былай дейді. Қайтымда реакция теңдеуі А плюс Б тең 2 с-ға.
барлық бастапқы заттар 1 мольден араластырылған. Тепе-теңдік орнағаннан кейін 1,5 моль С заты анықталды. Тепе-теңдік константасын табыңыз дейді. Яғни бұл есеп алдыңғы есеп секілді болмайды. Не үшін ондай болмайды? Өйткені алдыңғы бөлікті бір артына қарап жүргізіп өтсеңіздер, бізде ол есепте тепе-теңдік орнатылғаннан кейін мынанша болды, барлығыныкін жазып қойған, иә? Ал енді мынада не бар? Бізде бастапқы заты бар. А және В деп аталатын реагенттердің бастапқы заты 1 мольден берілген. Ал өнім С заты 1,5 моль берілген тепе-теңдікте. Яғни бастапқы реагенттердің бастапқы заты 1 мольден, С затының тепе-теңдігі 1,5 моль берілген. Яғни екеуі бір-біріне ұқсас емес, екі түрлі қосылысты беріп қойған. Ал анада барлығы тепе-теңдік еді. Ал енді біз мынадан қалай біз бірден константа жаза алмаймыз? Бізде БЖТ деген әдіске салатын боламыз, иә? Қазір көрсетемін. Б, Ж және Т. Бұл қандай мағына береді? Б деген ол бастапқы, Ж деген жұмсалған, Т деген ол тепе-теңдік. Тепе-теңдік. Болды, міне бастапқы, жұмсалған, тепе-теңдік. Осыны білсеңіздер болды, иә? Енді қараймыз. Өшіріп тастайын. Бірінші, бастапқы зат қайсыда берілген? А мен В-да берілген. Мысалы, ойлаңыздар. Мына жерде барлық бастапқы заттар деп тұр. Онда не үшін С-да бастапқы зат болмайды деген сияқты ой келуі мүмкін, иә? Біз жаңағы бөлек жазайыншы. А плюс В 2С дейді. Бізде мынау 2 реагент болып тұр, иә? Реагент бастапқы ғана болады. Бастапқы болады А мен В. Ал С бастапқы бола алмайды. Өйткені ол реакция нәтижесінде шығады. Міне, А мен В бастапқыда қосылды. Ал С екеуінің қосылысынан нәтижеде шығып тұр. Бізде бастапқыда бірден өнім шығып кеткен жоқ қой. Реагент қосылып барып шықты. Сосын ода бастапқы болмайды, иә? Енді қарайық. Біз мына жаққа енді БЖТ деп жазып аламыз. Ереже бойынша. Енді кесе сияқты болады. Үстіне реакция жазамыз. А. Міне Аның астындағы керекті мәліметтер мына жаққа жазылады. В-ның астындағы мәліметтер мына жаққа жазылады. Тен 2С. С-ның астындағылар мына жаққа жазылады. Болды? Өшіріп тастайын. Енді қарайық. Міне Б, бірінші Б. Б деген не еді? Бастапқы еді. Міне бастапқы неде берілген? А мен В-да бірден берілген. 1. Енді қараймыз. С-ның бастапқысы бар ма мына есепте? Жазылмаған, иә? Содан оны 0 деп белгілейміз. Және де біз барлық БЖТ деп аталатын есептің барлығында өнімді тек қана 0 мен белгілейміз. Міне, именно С мен Б-ның өнім мен Б-ның қиылысқан жері үнемі 0 болады. Ол не үшін 0 болады? Бірінші маған айтым, есептің өзінде С берілмейді, содан оны 0 деп атаймыз. Енді бізде бағана айтқан бойынша өнімнің бастапқысы бола ма? Болмайды. Тек қана реагенттікі болады. Тура бағана айтқан сияқты ғой. Өнім ол реакция нәтижесінде бөлінеді. Ол бастапқыда, міне, былай болмайды ғой. Бастапқыда өнім пайда болды деген сияқты. Болмайды ғой. Ол реакция нәтижесінде, яғни тепе-теңдік орнағаннан кейін ғана пайда болады. Ол С заты. Болды. С-да бастапқы болмайды, болсын жаттап алыңыз. Мынау, именно мына жерге 0 қоямыз дейсіздер. Именно 0 өнімде. Болды, сонымен келеді. Енді қарай. Тепе-теңдік орнағаннан кейін 1,5 моль С заты бөлінді дейді. Міне, Т деген не еді? Тепе-теңдік еді. Сол жаққа барып С мен Т-ның қиылысқан жеріне
1,5-ді жазып қоямыз. Өзі айтып тұрған. Айтып тұр, сызаты тепе-теңдік. Ал бізде тепе-теңдік деген бар. Т мен с-ның қиылысқан жеріне 1,5 жазып қоямыз. Енді тағы бір ереже бар БЖД әдісінде. Бізде Т қандай болады? Именно өнімде. Өнімде деп жазып қояйыншы. Өнімде Т қандай болады? Ж да 1-ге тең болады. Тепе-теңдік жұмсалған өнімде бірдей болады. Осыны жаттап аламыз. Мысалы қараймыз, 1,5 мына тұр ма? Оны мына жаққа да 1,5 етіп жазып қоямыз. Болды? Сыны уже толтырып қойдық, кестені сының. Енді А мен В-ның Ж мен Т-сын толтыру керек. Енді Ж-ны толтырамыз бірінші. Уже сының 1,5 белгілі болды. Енді осы арқылы А мен В-ның несін тауып алуға болады, жұмсалғанын. Қараңыздар. Былай жазайын. Мысалы, С-да жұмсалған 1,5 болып тұр. Мына 1,5. Мысалы, төбесіне жазайын, мына 1,5 болып тұр. Енді қараймыз, С-дан 2 болған кезде 1,5 болып тұр. Ал В 1 болған кезде қанша болады? Оның жартысы болады, 0,75 болады. Мынау да 0,75 болады, Міне, С-дан 2 болған кезде 1,5 болып тұр. Ал В ол біреу ғана. Соның жартысы болмай ма онда, 0,75 болады. Немесе қазір сіздерге осы анықтауға болады, немесе кәдімгі пропорция арқылы да анықтауға болады сіздерге. Оңай тәсілін осылай үйретейінші сіздерге. Міне. Егер де, міне, бізге не табу керек? Жұмсалған табу керек, Жұмсалған. Жұмсалғанды табу үшін былай жазамыз. Бізде мынаны табу керек, мынаны табу керек, Бірақ бізде С-ның 1,5 берілген. Просто не құра саласыздар? Мына үстіне 1,5 дейсіздер. Қараңыздар, біз мольмен бойынша, 2 деген коэффициент бар, онасында 2 моль кетеді. В табу керек, оны 2 істейміз. В-ның алдында қандай бар? Бізде қандай моль бар? 1 ғана моль бар. 1 моль. Бұл осыдан не таба саласыздар? X таба саласыздар. 1-ді 1,5-ға көбейтіп, 2-ге бөлесіздер, 0,75 шыға салады. Мынада тура осындай. Астына 1 кетеді, үстіне X кетеді. 1-ді көбейтемін 1,5-ға, бөлемін 2-ге, бұдан да 0,75 шыға салады. Кәдімгі пропорция арқылы шығаруға болады, Сіздерге маңыздысы осы міне. Ең керегі осын біліп алыңыздаршы, болды. Пропорция арқылы шығарамыз деп. Міне, тағы бір жазып көрсеңізші. В. Немесе осы мынаған үстіне шатастырмай, неғымай, осы именно жұмсалған табу үшін бөлек реакция жасасаңыздар да болады негіз. Егер шатасып кетен десеңіздер. Міне қазір. Екісі именно жұмсалғаны табу үшін, екеуін табу үшін. Міне, 1,5 белгілі болып тұрма С-ның үстіне 1,5. Міне кетеді. Астына 2 деген коэффициент бар, 2 кетеді. Үстіне В, астына не бар? 1 бар деген сөз ғой, енді 1 кетеді. Сонда X табу үшін. Енді адан X табу білесіздер ғой, 1-ді 1,5-ға көбейтіп, 2-ге бөліп, 0,75 шығады. А, 2-сынан Y деп басыңыздар. Наныкі 1 деп басыңыздар. 1-ді 1,5-ға көбейтіп, 2-ге бөліп, 0,75. Болды. Мына жерге 0,75 жазам. Мына жаққа да 0,75 жазам. Болды. Бұмен кетті. Болды. Барлығын осы есептей беріңіздер. Әсет шатас кездесіздер. Пропорция арқылы именно жұмсалған абдайды. Ержеге жазып қоямын. Жұмсалған табу үшін реакция бойынша пропорция құрамыз. Пропорция құрамыз. Енді қараймыз. Т-ны қалай табамыз енді? Т-ны табу үшін именно мынау керек. Уже сыныға толып қойған, Бұны табу үшін үстіңгі неға жазамыз? Тағы ереже. Т-ны табу үшін Б-дан аламыз Ж-ны. Бұдан аламыз Ж-ны, Т-ны табу үшін. Именно реагентке қатысты. Реагент. Қараймыз. А 1,5-нан 0,75 аламыз. Сіздер ойлауларыңыз керек. Біздің Б-мыз Ж-дан үлкен, яғни алған кезде плюс сан шығу керек. Онда сіздің есептеріңіз дұрыс келе жатыр деген сөз. 1-ден 0,75 аламыз қанша шығады? 0,25. Наға 0,25 жазамыз. 1-ден 0,75 аламыз 0,25. Болды. Біздің барлық кестеміз толып қойды.
Енді константа жазамыз. Константа КТ. Енді константаны тек қана Т бойынша ғана есептейміз. Болды. Т-дағы мәліметтерді ғана константаға аламыз. Болды, мыналар бізге уже керек емес. Бастапқыда керек болады. Бастапқыда керек мына Т-ны анықтап алу үшін. Ал уже константа жазатын кезде тек қана Т-ны ғана қарайтын боламыз. Қараймыз. Бірінші, мынау реакцияның константасын жаза алайық, иә? Бірінші, өнім С, X бар. Астына А көбейту В. Болды. Енді С-дан қанша берілген? 1,5 берілген. 1,5, 2. А қанша берілген? 0,25. 0,25. Ешқандай не жоқ. В-да 0,25 берілген. 0,25. Сонда бұл осы өрнекті есептей саласыздар. Сонда бізде 36 деген жауап шығады екен. Болдан калькулятормен есептей саласыздар, 36 шығады. Міне Д вариантымен сәйкес келіп тұр екен. Ал енді оқушылар, тағы осындай есеп белгісін қарайық. Егер әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациялары SO3 0,24, O2 0,2, SO2 0,6 болса, бізде реакция беріліп қойған, осы реакцияның тепе-теңдік концентрациясын анықта дейді. Енді қараймыз оқушылар. Бұл есептің БЖТ әдісімен шығарылама, әлде бана 15-ші, одан БЖТ-дан алдыңғы есеп бар емес пе? Тек қана константаны таба салдық. Солаймен шығарылама, соны анықтайтын әдісті қазір айтатын боламын. Қараймыз. Бізде, мысалы, БЖТ деп жазайықшы мына жерде. Қараймыз. Қосылыстардан, әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациясы деген, иә? Бүкіл заттардың, иә? Міне, ол SO2-де, O2-де, SO3-де айтып қойған әрекеттесуші заттардың тепе-теңдік күйдегі концентрациялары дегенде міне SO3, O2, SO2 деп уже беріп қойған. Яғни бізде мысалы нені жазатын болсақ, SO2, O2, SO3, уже SO2 Т беріліп қойған, O2-ден Т беріліп қойған, SO3-ден Т беріліп қойған. Болды. Просто константа таба саламыз. Қараңыздар, біз бағана БЖТ деген әдісте не істеп едік біз? Бізге бастапқысын береді. Міне, одан кейін Ж-ны табамыз. Одан кейін барып Б мен Ж-ны алып тастау арқылы Т-ны табамыз, иә? Міне, сол кезде мынаны алып барып біз константа істейтін едік. Уже бізде Т, Б мен Ж-ны бермей-ақ, уже бізде Т-ны дайын беріп қойған. Болды, бұны бірден КТ деп есептеп кете береміз. БЖТ-ға салмаймыз бұны. Соны біліп алсаңыздар болды. Болды, бізде тепе-теңдік деп барлығын беріп қояма, болды, БЖТ-ға салмаймыз. Қазір ереже жазып қоямын тағы да. Бір ережені жазып жіберейін. Егер барлық заттың тепе-теңдік деп, иә? Тепе-теңдік деп мәнін беретін болса, онда бірден константа таба саламыз. Константа таба саламыз. Осын жазып қоямыз ереже. Тағы бір ереже. Егер бастапқы заттар деген сөзді көретін болса, мысалы, есепте беріп қойды, уже бастапқы зат мынандай дейтін болса, болды, БЖТ-ға саламыз. Бастапқы зат деген сөзді көрдік па, болды, бастан. Бастапқы заттың, бастапқы зат деген сөзді көрдік па бірден? Бастапқы зат деген сөзді бірден көрсек, БЖТ-ға саламыз. Болды, бастапқыда есепте бастапқы зат мынандай, тепе-теңдік ойнаған кейін мынандай, болды, БЖТ-ға саламыз. Болды. Бәрі тепе-теңдік па? Болды, тек қана константа. Енді жазайық. Бірінші, мынау реакцияның константасын жазалайық. Астына бөлек жазайықшы есептен. 2 SO2
O2 уже неғып тұр, иә? Бізде теңесіп тұр. Q-ға мән бермейміз, ашын беріліп қойған, иә? 2SO2, O2, 2SO3. Қараймыз, уже агрегат күйде. Газ, газ, газ. Вот бәрі бізде қатысады екен. Енді қараймыз. Теңесіп қойған, ереже бойынша. Агрегат күй жазылып қойған, константа жазамыз. Константа, өнім жазамыз. Бөлшек SO3 тік жақша. Алдында екісі бар, 2. SO2 кетеді. SO2 тік жақша, алдында екісі бар, 2 кетеді. Көбейту, O2 кетеді. Тік жақша, O2. Бұл константа өрнегін жазып болдық. Енді мәндерін қоя саламыз. Қараймыз. SO3-тің орнына не тұр? Қызылмен жазайын. SO3-тің орнына бізде 0,24 тұр. Сондықтан 0,24 екісі бар, 2 мен бірге. 0,24-тің квадраты. Асты. SO2. SO2 0,6. 0,6. Екісі бар бұнда. Көбейтем. O2. O2 0,2. 0,2. Бұл осы өрнекті тапсаңыздар шығады. Үсті 0. Осылай бөлек-бөлек есептесеңіздер жақсы болады. 0,576. И өрнек дегенде де калькуляторды дұрыс пайдалануды үйренеміз, жақсы ма? Мысалы, бәрін дұрыс жасап келіп, сонда калькулятормен дұрыс есептемей қалсаңыздар да қате болып шығады. 0,0576 шығады, асты 0,072. Екеуін бөлгенде 0,8 шығады екен. Сонымен Е варианты дұрыс болады екен. Ал енді оқушылар, осы есепке назар аударайық. Реакция берілген. Жүйедегі заттардың тепе-теңдік концентрациялары СО, хлор-2, СО, хлор-2-нің мәндері беріліп қойған. Реагенттердің бастапқы концентрациясын және тепе-теңдік константасын тап дейді. Мұны қараймыз. Бастапқыда тепе-теңдік концентрациясы деген сөз болды. Бастапқы деген сөз көріп тұрған жоқпыз, иә? Бізде берілгенінде. Бұл бізде кәдімгі тепе-теңдік константасын бірден тауып кете береміз. Енді константа. Бірінші реакцияның константасын жазып алайық. Өнім СО хлор-2, тік жақшада, коэффициент жоқ. СО көбейту хлор-2. Міне, жалпы өрнегі осылай. Ешқандай коэффициент қойылмайды. Енді осы бойынша тауып кете береміз. Қараймыз. СО хлор-2-нікі қанша? 0,2 тең. 0,2 бөлемін. СО-нікі қанша? 10-нікі 0,2 тең. 0,2 көбейту хлор-2-ні қанша? 0,3 тең. 0,3. Осыны есептей саламын. Сонда менде 3,33 деген вариант дұрыс болады екен. 3,33. Ол мұны Д варианты мына жерде тұр, иә? Мына жерде тұр. Бұл бір жауабымыз шығып қойды. Біз константаны тауып қойдық. Бізге тек қана константа емес, бастапқы концентрациясын тап деп тұр үші, иә? 2 сұрақ беріп тұр. Константа тауып алдық, 3,33. Қазір мұна жауаптар емес, тағы да жауаптар болады. Бастапқы концентрациясын тап деп тұр. Енді қараймыз есепке. Бізде не берілді? Тепе-теңдік берілген барлық қосылыстың. Енді сол бойынша бізге бастапқыларын тау деп шығып тұр. Қараңыздар. Тепе-теңдік үшеуінікі де тепе-теңдігі берілген бізде. Енді сол бойынша бастапқысын таптып тұр. Мынау бір жауап, бұл кетті. Енді екінші бастапқы концентрациясын қалай табамыз, егер бізге тепе-теңдік беріліп қоятын болса? БЖТ аламыз. БЖТ. Қараймыз, үсте реакция жазамыз. СО хлор-2, СО хлор-2. Енді біздің жалпы тепе-теңдігіміз берілген 3 қосылсын. Сон жаз шығамыз. СО-нікі қанша? 0,2 тең. СО тыға жазамыз 0,2. Өйткені тепе-теңдік деп айтып тұр. Я? Бұл тепе-теңдікке осы қосылыстар жаз шығамыз. СО-ға 0,2 жазамыз. Хлорға 0,3 жазамыз. 0,3 жаздым. Және де дұрыстап жазайын. 0,3. 0,3. СО хлор-2 0,2 дейді. Мынаға 0,2 жазамын. Енді болды. Тепе-теңдік қана берілген Ж мен Б-ны табуымыз керек. Оны қалай табамыз, иә?
болды. Бізге мән тек қана Т берілген. Сол арқылы бізде осы қосылыстардың бастапқыларын тауып берді деп тұр. Именно СО мен хлор-2-нікі СО-да, СО хлор-2 ода 0 бол. Ода не жоқ, бастапқы жоқ, иә? Қараймыз енді. СО хлор-2 бастапқы жоқ, 0. 0 жазамыз деп бағана айттым, иә? Енді СО хлор-2 Т-да қандай болады? Ж бірдей болады дедім, иә? Т тең Ж деп мен не жаздым? Болды, мынау 0,2 ма? Оны мынау да 0,2 жазамын. Енді сол бойынша мынаның жыларын анықтап шығаламын. Міне, мынаға жазайын. СО хлор-2, СО хлор-2. Міне, мынаның жысы 0,2 болса, 1, 1, 1. X-та 0,2 шығады. Міне, мынаған да 0,2 шығады. Мынау X, мынау Y, 1, 0,2 көбейтем, 1-ге бөлем, қайттан 0,2 шығады. Мынаған да 0,2 жазамын, иә? Міне, қараймыз, алдында бәрі 1, 1 болып тұр. Өнім 0,2 ма? Қалғандар да 0,2 болады. Өйткені алдында 1, 1 деген коэффициенттер болып тұр. Енді болды, біз Ж-ны тауып қойдық, Т-ны тауып қойдық. Енді Б-ны қалай табамыз? Именно СО мен хлор-2-ні. Біз бағана Т-ны табу үшін Б-дан Ж-ны аламыз дедім. Ал енді Б-ны табу үшін именно реагент. Өнім жоқ, өнімде Б болмайды. Б, реагенттің Б-сын қалай табам? Ж-ға Т-ны қосамын. Б-ны табу үшін Ж-ға Т-ны қосам. Сонда, мына жерде Т тұр, міне Ж тұр. Екеуін қосам. Сонда Т-м, Б-м 0,4 шығады. 0,3, 0,2 қосам, хлорымның Б-сы 0,5 шығады. Болды. Біздің кестеміз толық қойды. Уже тепе-теңдік берілді ма, сол арқылы біз Б мен Ж-ны тауып, толығымен біз схемамызды толтырып қойдық. Енді қараңыздар, бастапқы концентрацияны тап деп тұр. Сонда бізде мына жауап Е деген мысалы вариант дейді. Мысалы Е дегенде 0,2 болады. 0,2 кімдікі? СО-нікі. И G дейік не аққа? G. Ойбай, шылас кеттім. Міне, бастапқы концентрация мынау емес па? Мынау 0,4 и 0,5. Болды, сол болады. 0,4 и G 0,5. Вот осы вариантада бастапқы концентрациясы осы болып тұр. 0,4, 0,5. Қараңыздар, бастапқы концентрация не дедім бағана? Бастапқы тек қана реагент бойынша, СО хлор-2 бойынша бастапқы болады дедім. Болды, сол арқылы біз бастапқы 0,4-ті 0,5 тауып алдық. Сондықтан Е 0,4, G 0,5 деген варианттарда да белгілейміз. 0,4 ол СО-нікі болып тұр, 0,5 ол хлор-2-нің бастапқылары болып тұр, бастапқы. Болды, міне, осындай D, E, G деген вариант. D деген 3,30 оның жалпы константасы 0,4, 0,5 реагенттердің бастапқысы. Болды, осыда белгілейсіздер. Міне, Т берілсе, Б-ны анықтай алыңыздар, Б берілсе, Т-ны анықтайтын Б-Ж-ны жалпы біліп алыңыздар деген ойдамын. Ал енді оқушылар, осы есепке бір назар аударып жіберейік. Бізде реакция берілген, жүйедегі реагенттердің бастапқы концентрациялары, бастапқы деп тұр уже, NO 0,2, хлор 0,3, егер азот оксидінің 20% реакцияға қатысқаннан кейін жүйеде тепе-теңдік орнады, реакцияның тепе-теңдік константасы және тепе-теңдіктің ығысу бағытын табыңыз дейді. Қараймыз, уже бізде белгілі бастапқы деп жазылып тұр, БЖТ-ға салатынымыз белгілі болып тұр. Жазайық, БЖТ. Үстіне реакцияны жазып қояйық. Теңес тұр, бәрі газ екені көрініп тұр, хлор-2, 2NO хлор, реакцияны жазып алдық. Енді қараймыз, бастапқы не берілген? NO-ның бастапқысы берілген 0,2. NO-ның астына 0,2 жазам. Хлордың бастапқысы 0,3 берілген, 0,3 жазам. Міне, тек қана бастапқы реагенттердікі берілген. Одан кейін NO хлор-2 бар емес па? Сол 0 берілген. Жоқ, ол берілген емес, біз бастапқы ережеде айттық, өнім 0-ге тең болады деп. Сонда қарайық. NO 0,2 жаздық. Хлор 0,3 жазып қойдық, Енді NO хлор-2 бар емес па, ол 0-ге тең. Айттық, біз өнім ешқандай бастапқы болмайды деген сияқты. Сөйтіп, мыналарды неғып тастаймыз. Енді, қараңыздар, бұл реакцияда тек қана Б берілген.
т ешқандай берілмеген. Бірақ бізге не тап деп тұр? Тепе-теңдік константасын тап деп тұр бізге. Т-ны тап деп тұр барлығының. Тек қана бұл берілген. Және қарай. Содан біз ж-мен т-ны тауып алуымыз керек. Енді азот 2 оксиді ол қайсы болып тұр? NO болып тұр. Міне NO. Азот 2 оксидінің 20% реакцияға қатысқаннан кейін жүйеде тепе-теңдік орнады дейді. Бұны қалай түсінеміз? Яғни, NO-ның бастапқысы берілген 0,2, мына жерде 0,2 берілген. 0,2-ні 0,2-ден 20% реакцияға қатысқаннан кейін, одан кейін бар тепе-теңдік орнады. Яғни, біз 20% ол жұмсалғанды тауып алуға бізге беріп тұр. Яғни, бастапқы берілген NO, азот оксидін сол бастапқы тұр, одан кейін 20% реакцияға қатысқан. Қатысқан дегеннің синонимі жұмсалған деген сөз ғой, міне қатысқан деп тұр. Түсінді, бастапқыдан 20% уже жұмсалып тұр деген сөз. Одан кейін бар тепе-теңдікті табылған деп тұр. Соны 20% ол бізге қатысқан, енді жұмсалғанды жыны тауып алуға, именно NO-ны тауып алуға көмектеседі. Енді бұл 20%, мына бастапқыға қараймыз. Бастапқыдан 20%-ға дейін 20% реакцияға қатысқан, бастапқыдан. Сонда 0,2-нің 20%-ын тауып аламыз, жыны тауып аламыз. Именно NO-ны қарап тұрып, нешіміз 0,3-ті қарамаймыз, өзі айтып қойған азот 2 оксиді деп айтып қойған. Сондықтан 0,2 тұр мына жерде. Соның 20%-ын тауып алсаңыз. 0,2 100%, 20% қанша дейміз? Просто 0,2-ні 20%, оны білесіздер, 0,04-ге тең болады. 0,04. Бұл бізде 20% арқылы біз NO-ның жұмсалғанын тауып алдық. 0,04 болды. Бұл кішкене уже келіп жатыр, біздің схемамыз толайын деп жатыр, тауып алдық 0,4-ті. Енді қараңыздар, біз жұмсалған біреуінікі белгілі болса, уже біз қалғандарыныкіні таба алатын едік қой, міне, NO-ның жұмсалғаны берілген, сол арқылы хлорды да, NO хлорды да тауып алуға болады. Немесе қараңыздар, NO 2, хлор 1. Хлор 2-дің жартысы. Сонда 0,04-дің жартысы қанша? 0,02. Қазір оны пропорциямен жасап көрсетемін. Ал 2, қараңыздар, мынада 2 бар, мынада 1 ғана бар. 2-дің жартысы 0,02, 0,04-дің жартысы 0,02 болады. Келесі 2 и өнімде де 2. Онда 2 болған кезде 0,4 болып тұр, 2 болған кезде де 0,04 болады. Өстіп таба салуға да болады, оңай жолы, немесе пропорциямен сіздерге көрсетемін. 2 NO негізі пропорциямен сіздерге оңайырақ болады. Енді әркімнің түсінігі арқылы қайсысы ыңғайлы, сонымен есептей беріңіздер. Енді қарайық. Бізде Ж бар, NO-нікі бар. Мынаның үсті 0,04 болып тұр. Асты қандай болады? 2 деген коэффициент 2 кетеді. Одан кейін хлор тауып алайық. Хлор белгісіз, асты 1. Моль бойынша анықтап қой, енді 0,04 көбейту 1 бөлім 2, 0,02. Міне 0,02-ні жаздық. Енді x, y дейікші, 2 зат тауып қой. Асты 2, 0,04 көбейту 2 бөлу 2, қайттан 0,04 шығады. Болды, 0,04 жаздық. Болды, үстік пропорция арқылы анықтауға болады, немесе реакцияның өзінен анықтауға болады. Өшірейін бұны. Енді қараңыздар, уже бұмен же толып қойды. Бұл т-ны тауып аламыз біз. Қараңыздар, айттық, т неге тең? Ж-да неге соған тең болады? Именно өнімде. Бұл Ж 0,4 па, т-да 0,4 болады. Осы өнімде де табыласыздар. Т Ж-ға тең, мынау 0-ге тең болады деп жаттайсыздар. Енді қараңыздар, біз т-ны қалай анықтаймыз дедік бастапқы реагенттерде. Реагентте Б-дан, жоқ, былай істейінші. Т-ны анықтаймыз Б-дан Ж-ны алу арқылы. Міне, мынаны анықтаймыз, мына екенін алып тастаймыз. 0,2 алынған 0,04 алынады, минус шығу керек. Минус шығады, плюспен шығады. Сол маңызды сіздер. Минус шығып қалмайды, жер т-дан минус деген сан болмайды. Сонда 0,2 аламын 0,04, 0,16 шығады екен. Калькулятормен есептейсіздер. 0,3 алынған 0,02, 0,28 шығады екен. Бұл т-ны тауып алдық, константа есептеу әрі қарай оңай,
Енді жазайық. Константа, бірінші реакцияның өзінің өрнегін жаза алайық. Бірінші NO хлор 2. NO хлор. Тікі жақша, алдында екісі бар, онда дәрежеге кетеді. NO тікі жақша, алдында екісі бар, дәрежеге 2 кетеді. Көбейтем. Хлор, алдында ештеме жоқ, хлор 2-ның өзі болады. Болды. Енді мәндерін қойып шығайық. NO хлор 2-де не болды тепе-теңдік? 0,4. Константаға тек қана т-ның астындағыларды ғана қоямыз. 0,04 екісі бар. NO 0,6 болып, 0,16 болып тұр. 0,16 екісі бар. Көбейтем. 0,28 хлор ештемесі жоқ. 0,28 қоям. Бұл осы өрнекті есептесеңіздер шығады. Жауабы 0,22 шығады екен. Міне 0,22 шығады. Осымен константамыз табылды. Ал енді оқушылар, константаны уже тауып алдық. Енді тағы бір сұрақ бар еді қасында. Тепе-теңдіктің ығысу бағытын табыңыз деген сияқты. Ығысу бағыты дегенімізді оны қалай табамыз? Біз ол үшін т-ға қарайық. Мына т-ға қараймыз. Т-ға қараймыз. Бізде қайсысы көп болады? Болды, соған қарай ығысады. Реагентті жалпы анықтаймыз. Өнімді жалпы қарайық. Өнім 0,04 қана болып тұр. Ал реагентіміз NO 0,16, хлор 2 0,28. Яғни 0,04 өнімдікі кіші болып тұр, ал ненікі бізде реагенттеріміздің тепе-теңдігі көп болып тұр. 0,04-ке қарағанда өте көп болып тұр ғой, сонда тепе-теңдік реагентке ұқсайды екен. Сонда мына жаққа жазып қоямын. Ығысу бағытын табу үшін реагентпен өнімді салыстырамыз. Өнім реагенттің тепе-теңдігін өнім тепе-теңдігін салыстырғанда бізде реагентте көп болып тұр. Міне, сөзбен жазайықшы. Реагент пен өнімді салыстырамыз. Қайсысы көп? Болды, соған қарай ығысады деп. Міне реагентке ығысты. 0,22 және реагент деген жауап белгілі болады екен. Болды, осымен есебіміз аяқталды. Ал енді оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Жалпы кинетика деп аталатын тарауды толығымен аяқтадық. Жалпы барлық тақырыптар сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді әрі қарай жұмыс жасау, оны алып кету, олардың барлығы сіздердің еңбектеріңізге байланысты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.